Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазір өте тәтті тағам, ірімшік қосылған пирог дайындайтын боламын. Жалпы ондай пирогтың әртүрлі дайындау жолдары бар, ал мен бүгін сіздермен өзімнің күнделікті дайындап жүрген тәсіліммен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындаймын. 500 грамм ұнды елегіштен өткізіп алдым. Енді оның үстіне бір пачка маргаринді ұнға салып отырып, тура осылай үккіштен өткізіп аламын. Үстіне 50 грамм қант қосып, бәрін қолмен езгілеп, ұсақ ұнтақ жасап аламын. Тура осылай көріп тұрғандарыңыздай ұнды, майды, қантты араластырып, орысша айтқанда крошка жасап жатырмын. Әрі қарай 10 грамм ұнды қопсытатын қопсытқыш, орысша разрыхлитель дейді, соны салдым және 3 жұмыртқаны саламын. Бәрін жақсылап араластырып, тым жұмсақ қылмай, қолға жабыспайтын қамыр илеймін. Қамырдың басын қосып алдым. Енді қайта-қайта илеп, иіғанғанша басамын. Енді қамырды екіге бөліп, кішірек бөлігін мұздатқышқа 1 сағатқа салып қоямын. Маған оның тезірек қатқаны керек, сондықтан осылай жазып, жайып саламын. Ал қалған бөлігін осы жерге бетін жауып қалдырамын. Енді пирогтың арасына салатын салманы дайындаймын. Ол үшін 600 грамм ірімшік алдым. Оның үстіне бір апельсиннің сыртқы қабығын осылай үккіштен өткізіп түсіріп аламын. Жақсылап араластырып 70 грамм қант қосамын. Пирогтың салмасы дайын. Енді апельсиннің қалған қабығын аршып, өзін ұсақ етіп турап аламын. Диаметр 30 сантиметр болатын форма алдым. Оның түбіне сұйық май жағамын. Майдан кейін форманың түбіне сухарик себемін. Оны салмаса да болады. 1 сағат шамасында уақыт өтті. Енді жауып қалдырған қамырды дөңгелек етіп жазып аламын.
Мінекей тура осылай форманың ішіне саламын. Қамырдың арасына салма кетеді. Туралған апельсинді бетіне сеуіп шығамын. Қатырған қамырды алып шығып, осының үстіне бүккіштен өткізіп саламын. Мінекей достар, пирогты формаға салып алдым. Енді 200 градуста қызып тұрған духовкаға 40 минутқа апарып қоямын. Пирог дайын. Достар, осымен мен сіздермен қоштасамын. Видеоны басынан соңына дейін қарап шыққандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Ал енді келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Видео ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақша видеоларды қолдау мақсатында төменде комментарий қалдырыңыздар. Осы видеоға қатысты сұрақтарыңыз туындап жатса, оларды да төменде жаза отырыңыздар.